бала тәрбиесіндегі ешқандай психологтан естімеген метод. Яғни мен бұл жерде бала психологиясы ондай еш нәрсе емеспін, мен өзім қолданатын, яғни мен білмей қолданып жүрген бір методым бар екен. Любой бір затты бөлістіру екен. Мен мысалға алма, мороженое болсын, бір штуктан қалып қалады, ол банан болсын, ол бір штук қалмаса да, қалса да. Бұрыннан солай бөлістіріп жүр екен, оказывается. Бөлістірген кезде де алманы мен, например, бөліп, екеуіне мен бермеймін. Алманы бөліп мен бермеймін, мен Амина қызыма, например, айтамын, мына алма, біреуін сен ал, біреуін мақсатқа апарып бер. Яғни бұл жерде Амина алманы алады да, біреуін мақсатқа береді. Яғни бұл жерде ол беруді үйренеді. Балаларыңыз бір-бірлерімен контактировать ету керек екен. Мен, оказывается, осылай әрекет етеді екен. Банан қалып қалады, мен бананды тоже осылай беремін да, мақсатқа беремін, мақсат бар, Аминаға жартысын бер деймін. Немесе өздеріне беремін. Бір ғана мороженое қалыпты десе, хорошо, Амина жартысын тарелкаға салып мақсатқа бер. Осылай басында балаларыңыз енді бөліскісі келмеуі де мүмкін. Бірақ ондай нәрсе мен басында айттым, басында бөліскісі келмегенде. Бірақ штук қалған кездері, конечно, бөлістірмейді емес. И бөлісіп, қазір автоматически олар сразу бір зат қалып қалса, сразу бөлісіп, автоматически бір-бірлеріне бере береді. Уже контакт бар. Тағы да мысалы заттарды контактировать етсе болады. Например, бір шкафта мақсаттың шапкасы шкафта жатса, Амина мақсаттың шапкасын беріп жүр, Амина сумкасын беріп жүр, немесе мақсатқа да Аминаның ручкасын беріп жүр деп, яғни олар заттармен де контактировать ету керек екен. Мен соны түсіндім. Еще тағы да мысал, например, магазинге барсаңыздар, магазинге барған кезде, мақсатпен магазинге барасыздар, мақсат әрине мороженое сұрайды, сол кезде хорошо мороженое ал, Аминаға да ал, хорошо жвачка ал, Аминаға да ал, Аминамен барсаңыздар да мақсатқа да ал, ол обязательно мақсатқа да, Аминаға да өзіне де бауырына да алып отырады. Үйге келген кезде еще мынау саған деп өзі бергісі келіп отырады. Яғни ол өзі таңдап алды ғой. Оның барлығы контакт. Яғни сіз өзіңіз ғана барлығын былай бөліп бере бермей, тамақ салған кезде де, тамақ саласыз, Амина мақсатқа апарып бер, мақсаттың алдына қояды. Мақсатқа айтасыз, қасықтарды алып қой. Қасықтарды алған кезде ол Аминаға да қасық алады, өзіне де қасық алады, папасына, мамасына да қасық алады, например. Яғни солай контактировать ету керек. Сіздерге де айтарым, егер балаларыңыз бір-бірлеріне тату болсын десеңіз, ұрсат, таласат, это нормальные вещи. Барлық балалар ұрсат, таласат. Бірақ бір-бірлерінен жол болмау керек. Это уже қорқынышты нәрсе. Осылай бір-бірлерін контактировать ету арқылы татуластыра аласыздар.